Қызылорда облысы Қазалы ауданы Айтекебе кентіндегі нөмір 249 мектеп-лицей кітапханашысы Жалғасбаева Айнұр Айымқұлқызымын. Мен өз мамандығымды шексіз жақсы көремін. Себебі мен күнделікті жұмысымды балалардың білімге ұмтылған көзінен қуат алып, шаттықпен бастаймын. Білім атты қазына жасырылған ғажайып сарай кітапханасының шырақшысымын. Кітап қамқоршысы болып еңбек еткеніме 10 жылдан астам уақыт өтсе де, жаңа дүниені меңгеріп, оқушыларымды жаңалықпен, жаңашылдықпен пайдалы болуға қолға алып келемін. Осы бағытта көк сандықшаның саяхаты атты жобамды жыл сайын дәстүрлі түрде жүргіземін. Бастауыш сынып балаларын кітаппен дос болуға үндейтін, ертегі оқуға құштар ететін бұл шараны асыға күтеді. Жоба нәтижесінде кітапхананың кішкентай оқырмандары көбейеді. Ізденсем, білсем, көрсем, оқысам деген балаға кітапхананың есігі әрдайым ашық. Ата-бабамыз кітапты ерекше ақылшы ұстаз санаған. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы деп қанатты сөз қалдырған. Артық білім кітапта, ерінбей оқып білуге деп Абай атамыз айтқан. Кітап тілсіз тәрбиеші. Кітап адам баласына бала кезінен бастап өмірінің соңына дейін сырлас досы бола алады. Мамандығым ізденісті, терең білімді, тәртіптілікті, креативтілікті өз бойына сіңірген десем қателеспеймін. Өмірде өз жүрек қалауымен таңдаған мамандығын өмір бойы сүйіп өтетін жандар болады. Мен өзім осы кітапхана ісі мамандығын таңдағаным үшін осы мектеп кітапханасында қызмет жасап жатқанымды мақтанышпен айта аламын. Сан түрлі мамандықтар бар, бірақ кітапханашы мамандығын өзінің өте қызықты тартымдылығымен ерекшеленеді. Себебі күн сайын жаңалыққа толы сәттер, яғни жаңа келген газет-журналдар, жаңа кітаптар және күн сайын келіп кітап алып жатқан оқырмандар, оқытушылар, қызметкерлер легі толастамайды. Жүсіпбек Аймауытов мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе дейді. Кітапханашы мамандығының еңбегі қоғам мен мемлекеттің дамып өркендеуіне өте қажетті әрі маңызды мамандық екендігін ешкім жоққа шығара алмайды. Жалпы кітапхана басқа әлемге апаратын жол. Ол басқа әлем, бір сәт күйбең тіршіліктен алшақтататын әлем. Әр оқырман мұнда өз әлемін табады. Сол әлемде айналасындағы рухани байлық азығына тәнті болып, саналы ұрпақтың легінің қалыптасуына мүмкіндік сыйлайды. Дана халқымыз кітап алтын қазына десе де, ал кітапхана өз басым іші қазынаға толы алтын сандыққа теңер едім. Бізді білім нәрімен сусындататын ғалым, тілсіз мұғалім осы кітап. Тағылымы мол тәрбие ошағын айналып отырған кітапхананың мектепте алар орны орасан зор. Кітап адам өмірінде, әсіресе өскелең ұрпақтың өмірінде ерекше орын алады. Кітапсыз, білімсіз күніміз қараң болатын еді. Кітап оқу арқылы біз білімімізді шыңдап, сөздік қорымыз бен ой өрісімізді кеңейтеміз. Сонымен қатар түрлі жанрдағы кітап оқу елді, жерді сүюге, талапты, кішіпейіл болуға, мейірімді әрі төзімді болуға баулиды. Кітап біздің рухани жан азығымыз, ал кітапхана білім мекені.